Сәлем достар! Бүгін песочный мясной пирогтарға арналған қамырдың рецептін жасауды көрсететін боламын. Бұл мен пайдаланып жүрген ең оңай және ең тиімді рецепттердің бірі. Бұл рецептпен сіз түрлі мясной пирогтар, куриный пирогтар және кішкене қант мөлшерін көбейтіп жіберіп, тәтті пирогтарды да жасасаңыз болады. Бұл жерде сүт, жылы сүт, ал қалған қоспалар бөлме температурасындай болу керек. Қамырды жарты килограмм ұнға жасаймыз. Сіз бұдан үлкен бір пирог немесе орташа 2 пирог қамырдан шығарсаңыз болады. Дәл осы рецептпен істесеңіз, қамырыңыз орташа өгілмелі, жұмсақ және өте керемет пирогтар шығатын болады. Әдеттегідей барлық қоспалардың мөлшерін видео астындағы сипаттамада жазып кеттім. Сұрақтарыңыз болса, видео астына комментарияға жазсаңыз болады. Қамыр майдың әсерінен кішкене қолға жабысып тұру керек. Қамырды толық біріктіріп илеп, 1,5 сағатқа көтерілуге жылы жерге қойып қойыңыз. Қамыр көтерілгеннен кейін әрі қарай өзіңіздің қалаған формаңызға келтіріп, пирогыңызды жасай берсеңіз болады. Сіздермен болған Дана Әбдіманап, келесі рецептте кездескенше.